Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Намаз мұсылман үшін ең қасиетті, ең қымбатты ғибадат. Алла Тағала Құранда: Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Садақаллахул азим. Әлбетте намаз барлық бұзақылықтан, барлық қатеден қорғайды дейді. Алла Тағала өзінің сүйікті құлдарын сипаттағанда Құранда: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кану қалилан минал-лайли ма яхджаун ва бил асхари хум ястағфирун. Олар түндерінің аз ғана уақыттарын ұйқыға бөліп, таң атқанда Алладан көп кешірім сұрап, истиғфар жасайтындар дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз турасында хадисында афдалу салати ба'дал фарида салатул лайл деп айтқан. Намаздардың, парыз намаздардан басқа ең қасиеттісі, ең абзалы кешкі түнгі намаздар дейді. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: Я айюхан нас афшу салам ва ат'иму та'ам ва саллу ва насу ниям тадхулул джанната бисалам дейді. Садақа Расулуллах фима қал ау кама қал. Осы ақырғы оқыған хадисіміз біздің мына Рамазан айындағы өміріміздің тәрізіне, жасайтын амалдарымызға көрсетілген бір бағдарлама, бір жоспар ретінде алсақ, өте лайықты болады деп ойлаймын. Пайғамбарымыз осы хадисте: Я айюхан нас, ей адамдар, афшу салам, сәлемді жайыңдар, бір-бірлеріңе сәлем беріңдер, бір-бірлеріңе бейбітшілік сыйлаңдар, бір-бірлеріңе мейірімді болыңдар деп айтады. Ва ат'иму та'ам, бір-біріңе тамақ беріңдер. Енді жай күндерде тамақ берілу мүмкіндігі бола бермейтін болғанымен, осы қасиетті Рамазан айында нағыз тамақ беретін, ифтар беретін, ораза ұстаушы мұсылмандарға ауызашар жасайтын, бір хурмамен болса да, бір кесе сумен болса да, осы ат'иму та'ама деген үлкен бір ерекше сауапты іс екенін біз барлығымыз жақсы білеміз. Ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: Васаллу ва насу ниям. Басқа бір риуаятта: Васаллу биллайли ва насу ниям. Адамдардың көпшілігі, немесе жалпы адамдардың әдет бойынша ұйқыға арналған уақытта, түнінде сіздер көбірек құлшылық ғибадатты жасаңыздар, көбірек намаз оқыңыздар дейді. Соның барлығының, осы амалдардың, осы ғибадаттардың, құлшылықтардың нәтижесі не болмақ? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: Тадхулул джанната бисаламин. Осының барлығын таза ниетпен, шын ихласпен, Алла разылығы үшін орындайтын болсаңыздар, аман есен жәннатқа жеткен боласыздар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы қасиетті Рамазан айымызға байланысты көптеген хадистердің ішінде, хадистің біреуінде: Мән қама Рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замби. Осы хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: Мән қама Рамадана, кімде-кім Рамазан айында, қама деген сөз қиямул лайл, қама ас-сала, қама деген сөздің бұл жердегі мағынасы намаз, құлшылық, ғибадатты жасау деген сөз. Мән қама Рамадана иманан ва ихтисабан, кімде-кім терең имандылығыменен, жақсы сондай бір ізгі ниетпенен, Алла разылығын көздеп, Алланың ризашылығын іздеп, Рамазан айында құлшылық, ғибадат, намаз оқитын болса, иманын. Уахтисабан, ихтисаб деген сөз араб тілінде ихтасаба бірнеше мағынаны тасиды. Бірінші мағынасы, ихтасаба деген сөз, бұл уақытты дұрыс пайдалана отырып, исрап қылмай, бекерден өткірмей, барынша сол уақыттан пайдалануға тырысу. Ихтасаба, ихтисабан. Екінші мағынасы, ихтасаба, егерде уақытты дұрыстап пайдаланбай қалсам,
немесе құлшылығымда, ғибадатында бір кемістік, нұқсандық кететін болса, қатты уайымдайтын деген мағынаны білдіреді. Үшінші мағынасы да сол жасаған құлшылықтардың, жасаған амалдардың ләззатын алып, сондай бір жақсы сезіммен, қуанышпенен сол уақытты немесе сол амалды, сол істі атқару деген сөз. Енді бұл біздің Рамазан айымызға келер болсақ, осы хадистің ішіндегі осы сөздің қолданылған орны осы барлық үш мағынасында бір-бірін толтырып, үш мағынасын бірдей тасиды. Неге? Өйткені біз намазымызды, құлшылығымызды, сол сияқты барша ізгі амалдарымызды, осы Рамазандағы ізгі амалдарымызды, сауапты істерімізді біріншіден уақытты бекерге өткізбей, шамамыз келгенше барынша пайдалы өткізуге әрекет қылсақ, екіншіден бір кемістік жіберуден, бір нұқсандық жіберуден, бір сауаптан, қолымыздан келетін сауаптан мақрум қалуымыздан қорқатын болсақ, уайымдайтын болсақ, және де осы Рамазандағы құлшылық ғибадатымызды барынша қуанышпенен, барынша рахатпенен, барынша бақытты болу сезімменен ләззаттанып құлшылығымызды орындайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нәтижесінде ғуфира лаху ма тақаддама мин замби. Ондай адамның дейді, осылайша Рамазан айын өткізген адамның дейді, бұрынғы өткен барлық күнәлары кешіріледі екен. Ал енді тарауих намазымызға келейік. Хазірет Айша анамыздың риуаят еткен хадисында ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахаба жамағатпен бірге тарауих намаз оқыған. Бірінші күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші кешінде жамағатқа шығып, тарауих намазын бірге өткізіп, имам болып, тарауих намазы оқыған болатын. Екінші күні жамағат бірінші күннен тағы да көбейіп, екінші кеште жамағат көбейгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және де сол жамағатпен бірге тарауих намазды оқыған. Үшінші кеште одан да көп жамағат жиналған. Пайғамбарымыз және де шығып, сахабалармен бірге жамағат болып, өзі имам болып, намазды басқарып, тарауих намазды оқыған болатын. Төртінші кеш келгенде сахаба аталарымыздың, мұсылман жамағаттың жиналған жамағаты, тобы соншалықты көп болған, мешітке әрең сыйған. Сол түні пайғамбарымызды сахабаларымыз отырып, күтіп, намазға күтіп отырса, пайғамбарымыз шықпайды. Енді сахабалардың ішінде әдеттегідей пайғамбарымызға белгілі бір ескерту жасау ниетімен біреулер арасында ас-соля, ас-соля, ас-соля деп намазды тілге алып, еске салуға әрекет қылған. Пайғамбарымыздан жауап келмеді. Сонда осы түні сахабалар әдеттегідей барлық мұсылмандар өздері бөлек-бөлек өздерінің тарауих құлшылықтарын, Рамазандағы қиямул ләйл құлшылықтарын, біреуі 20 ракағат, біреуі 30 ракағат, біреуі 40 ракағат, біреуі 120 ракағат, әркімнің көңілінше намазын оқып, құлшылығын жасап, таң намазға дейін құлшылық жасаған болады. Таң намаздың уақыты кіргенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жамағатқа шығып, солармен бірге таң намазды оқыған. Намазды бітіргеннен кейін жамағатқа былай дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: құрметті жамағат, мен сіздерді түнде ұмытқаным жоқ. Бірақ та осы құлшылық ибадаттарымызды Алла тағала бізге осы намазымызды сіздерге парыз, уәжіп етіп жазып қояма деп, соны сізге ауыртпашылық тиіп, жүк ауыр болып, соны орындағанға қиналып қаласыздар ма деп қорқуменен жан ашып, сол себептен шықпай қойдым дейді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің үмметіне, мұсылмандарға, біздерге қаншалықты ерекше мейірімі, рахымы, шапағаты, және де бізді уайымдап, біздің халімізді ойлағаны көрініп отыр. Енді осы хадистардан
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытысында бекітілген сүннет болып, тарауих намаз сүннет болып табылады. Жамағатпенен бірге оқылады, және де Рамазан айында жамағатпен бірге атқарылады деген сөз. Енді тарауих намазының саны қанша? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешбір хадиста біздерге тарауих намазының белгілі бір саны бар екенін бекітпеген. Сахабалар арасында әртүрлі жолменен тарауих намазды оқыған болған. Осының барлығын имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани өзінің Фатхул Бари фи шарх Сахих имам Ал-Бухари атты еңбегінде дәлелдермен қоса бірнеше сандарды зікір етіп өткен. Бірінші 11 саны, екінші 13, содан кейін 21, содан кейін 23, содан кейін 36, содан кейін 39, 41, 46 санға дейін барған. Әрбір осы санының артында бір қайнар көзі бар, бір сүйенетін дәлел бар. Осыған байланысты да біздің мына танымалы кеңінен жайылған ислам әлемінің даласында кеңінен жайылған 4 мазхабтың имамдары да, имам Абу Ханифа біздің өзіміздің мазхабымыздың имамы, имам Шафиғи, имам Ахмад ибн Хамбал, осы 3 мазхабта тарауих намазы 20 ракағат етіп бекітілген. Имам Маликтің риуаятыменен Малики мазхабында тарауих намаз 36 ракағат қылып бекітілген. Бұл үтір намаздың тысында, сыртында. Бір тарауих намазының өзі 36 ракағат етіп бекітіліп отыр. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздерге өзінің хадиспенен намазымыздың, тарауих намаздың белгілі бір санын бекітпегенмен, ол өзі ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тарауих намазын қанша ракағат етіп оқыған. Осыған байланысты Хазірет Айша анамыз хадиста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айында болсын, басқа уақыттарда болсын, өзінің нәпіл құлшылықтарын, нәпіл намаздарын 11 ракағаттан астырмайтын дейді. 4 ракағат оқып, артынша тағы да 4 ракағат оқып, соңында 3 ракағатпен намазды тамамдайтын дейді. Бірақ та егерде біз осы хадистің арабшасына қарайтын болсақ, Хазірет Айша анамыз былай деген: «Ма кана Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам язиду аля 11 ракаа фи Рамадан ва фи гайри Рамадан». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазанда болсын, басқа уақытта болсын, өзінің нәпіл құлшылықтарын 11 ракағаттан астырмайтын. Артынша Хазірет Айша анамыз былай дейді: «Кана юсалли арбаан ва ла тасал عن حسنهن وطولهن ثم كان يصلي 4 ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 3» деп айтқан. Бұл сөздің мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 4 ракағат намазды оқыған бетте, ал енді ол намаздың әдемілігін, ол намаздың ұзындығын менен еш сұрамаңыздар дейді. Сондай әдемі, сондай ұзын болғаны еш сұрамаңыздар дейді. Сондай бір ерекше намаздар. Артынша тағы да 4 намаз оқыған бетте, ол да тура солай дейді. Әдемілігі жайлы, оның ұзындығы жайлы еш менен сұрамаңыздар. Сондай әдемі, сондай ұзын намаздары болатын. Соңында да 3 ракағатты тамамдап намазын бітірген болатын. Ал енді сахаба аталарымыз ридуануллахи та'ала алейхим ажмаин қанша ракағат етіп тарауих намазды оқыған? Сахабаларымыз құлшылыққа өте құштар, өте ерекше бейімделі болған. Құлшылықты жақсы көретін. Неге? Өйткені намаз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай «Қуррату айни ас-сала», көздің нұры дейді, ең қасиетті құлшылық ибадат болғандықтан, сахабаларды осыған байланысты әрқашанда намаз оқуды, намазды көбірек атқаруды, көбірек құлшылық ибадат жасауды
әрекет қылып ұмтылатын. Сол сияқты әсіресе қасиетті Рамазан айында, сондай бір берекелі ерекше айларда, ерекше уақытта көптеген құлшылық жасайтын, көптеп намаз оқитын, 20 ракағат, 40 ракағат, 100 ракағат, 200 ракағат, тарихта көптеген деректер бар. Құлшылық ешқашанда зиян болмайды, бірақ пайдасы көп болады. Сондай мақсатпен, сондай қағидамен әрбір мұсылман, әсіресе біздің сахабаталарымыз құлшылықты өте көптен орындайтын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тарауих намазының белгілі бір санын бекітпегеннен кейін сахабаларда әртүрлі жолмен тарауих намазды оқыған болатын. Кейбіреулері бірге қосылып, кішкене бір жамағат болып та намаз оқитын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барында өзі намазды басқарған бетте пайғамбарымыз артында сондай бір ерекше шарапатқа, ерекше құрметке, ерекше бақытқа бөленіп пайғамбарымыз артында намаз оқитын. Өздері бөлек-бөлекті намаз оқитын. Сол уақытта пайғамбарымыздың тарауих намазды оқылу деген сүннет екенін бекітілген. Және де сол Рамазан айының кештерін, түндерін құлшылық, ибадатпен, намазбен өткізу керек екенін бекітілген. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұдан алдын ескерткеніміз сияқты өзінің үмметіне жан ашып, біздерді, сіздерді ойлап, қиналып қалмасын, шаршап қалмасын деген ниетпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағала тарапынан парыз етіліп, немесе уәжіп етіліп, бекітіліп қоймасын деп біздерге жан ашып, арасында бірте намазды бірге оқитын болса жамағатпен, кейбір уақыттарда жамағаттан бөлек өзі намаз оқитын болады. Кейіннен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бұл фәни жалған дүниеден бақилікке өткеннен кейін сахабалардың арасында, мұсылмандардың арасында бұл тарауих намаздың уәжіпқа немесе парызға немесе міндетке айналатын қаупі де өзімен өзі жойылып кеткен болатын. Сонда Хазіреті Омар ибн Хаттаб радиаллаху та'аля анху, біздің ұлы екінші халифамыз, өзінің халифалық уақытысында Рамазан уақытта, Рамазан айында мешітке кірсе, мешітте мұсылман жамағаты әркім өзі бөлек-бөлек, немесе 1-2 адам қосылып алып, немесе кішкентай бір жамағат болып, барлықтарының осы тарауих намазды қиямул ләйл немесе салатул ләйл деген осы Рамазанның кештерін тірілтіп намаз оқығандарын байқайды. Сонда осы мұсылман жамағат болып, біздер барлығымыз бас қосып, осы ұлы ғибадат құлшылығымызды, осы сауапты ісімізді бірге атқарсақ қалай болады деген ниетпен Хазіреті Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху барша жамағатты бірге қосып, бастарына бір имам тағайындап, тарауих намазды бірге оқуға шешім қабылдайды. Имам етіп Убайя ибн Кааб радиаллаху анху атты сахаба және тағы бір сахабаны Тамим ибн Аус ад-Дари деген атты сахабаны, екі үлкен сондай атақты сол уақыттағы қарилар, хафиздар, соларды бастарына имам етіп қойып, Хазіреті Омар намазды 20 ракағат етіп бекітіп қойған болады. Сонда сахабалар осы 20 ракағатқа келісім беріп, барлығы бір дауыспен қолдап, 20 ракағат етіп тарауих намазды бекіткен болған. Бұл 20 ракағат қайдан шығып отыр десеңші? 20 ракағаттық сан, өзіміз алдында айтқанымыздай, сахабалар әртүрлі санменен, әртүрлі, біреу ұзын, біреу қысқа, біреу көп, біреу аз намаздарды оқитын. Содан кейін Хазіреті Омар радиаллаху анху осы 20 санды бір орташа сан етіп, осы сан демек мұсылман қоғамына, мұсылман жамағатына қажет екенін, оның бір хикметі бар екенін, оның бір пайдасы бар екенін, Рамазан айында
ерекше бір ай болғаннан кейін, ерекше бір құлшылық болғаннан кейін, басқа күндері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір түнін, өзінің әрбір түнін намазымен 11 ракағат құлшылығыменен тірілткен болған болса, біздер мұсылман пайғамбарымыздан кейін қасиетті Рамазан айында өзіміздің Рамазанға арналған тарауих намазымызды 20 ракағатпен, жоқ дегенде 20 ракағатпен оқып, осындай бір ерекше құлшылықты атқарып, мол сауапқа ие болып, қасиетті Рамазанда үлкен жетістіктерге жетуіміз үшін Хазіреті Омар осы 20 ракағат тарауих намазды бекіткен болған. Хазіреті Омар жамағатты жинап, жамағаттың басын қосып, имам етіп Убайя ибн Кааб радиаллаху анху атты және Тамим ибн Аус ад-Дари радиаллаху анху атты осы екі сахабаны, екі қари сахабаны имам етіп тағайындап, жамағатпен алғашқы рет тарауих намаз 20 ракағат етіліп бекітіліп оқылған болатын. Хазіреті Омар радиаллаху анху тарауих намазды 20 ракағат етіп бекіткеннің себебі де бар. Бұның үлкен хикметтері де бар. Біріншіден, айтқанымыздай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тарауих намазының санын бекітіп кеткен жоқ. Өзі 11 ракағат оқығанымен, Рамазанда болсын, Рамазанның тысында болсын, пайғамбарымыз өзінің саллаллаху алейхи уассалам нәпіл құлшылықтарын 11 ракағаттан астырмаған деп Хазіреті Айша анамыз бізге жеткізген. Сонымен бірге пайғамбарымыздың қасында, пайғамбарымыздың барысында сахабалар көптеген санды намаздарды оқитын болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір оқылған намазды дұрыс көріп, соны иқрармен, өзі қолдауменен, соның сүннеттілігінің да болғанын бекітіп қойған болатын. Егерде сол көп, немесе 11 ракағаттан астырып оқитын сол нәпіл құлшылық, сол тарауих намаз егерде оқылу болмайтын болғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны өз барысында бекітіп, ескертіп, реттеп қоятын еді. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Қуррату айни ас-салах» деп айтпай ма? Намаз ең қасиетті, көзімнің нұры, мен үшін ең қымбатты құлшылық деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың, мұсылман жамағаттың көптеп намаз оқығандарына пайғамбарымыз сүйсінетін. Енді Хазіреті Омар радиаллаху анху тарауих намазын 20 санына келтіргеннің себебі сол орташа санды алып, сол Рамазан айының ішінде сол ерекше сондай бір берекелі, сондай бір қасиетті, мол сауапты жаздыртатын сондай бір қымбатты уақытта намазды басқа түндерде, басқа кештерге қарағанда тахаджудтардың 8 ракағат немесе қиямул ләйлдің жай күндеріндегі 8 ракағатқа қарағанда сол 20 ракағат етіп бекітіліп, Хазіреті Омар сонымен біздерге тарауих намаздың 20 ракағат екенін және де жамағатпенен бірге оқылатынын, осындай үлкен бір сүннеттік амалды тастап кеткен болатын. Бұл жерде біздің байқағанымыз және де аңғаруымыз керек болғаны, Хазіреті Омар радиаллаху анху, екінші халифа Умар аль-Фаруқ деп аталған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі атаған Умар аль-Фаруқ, хақ пен батылды бөлуші, әділетті Омар деген ұлы сахабамыз, және де сонымен бірге қасындағы бір топ сахаба аталарымыз пайғамбарымыздың 11 ракағатын оқығанын, 11 ракағаттан астырмайтын нәпіл құлшылықтарын білмеген бе екен? Әрине білген. Және де біле тұрып пайғамбарымыздың осы 11 ракағат етіп сүннет етіп бекітілген екен, одан астыруға болмайды екен деп, егерде ондай бір әңгіме бар болатын болса, ондай бір ақпарат бар болатын болса, онда қалайша сахабалар және де Хазіреті Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху екінші халифа пайғамбарымыздың сүннетіне қарсы шықпақ?
ол мүмкін емес. Пайғамбарымыздың сүннетін біздің сахаба аталарымыз, сонымен әсіресе Хазіреті Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху, біздің ұлы екінші халифамыз, біздерден және де барлық мұсылмандардан, кейінгі келген барлық мұсылмандардан әлде қайда жақсы білетін. Сондықтан олардың істеген әрбір құлшылық ғибадаттары, әрбір бекіткен құлшылықтары, бұлардың барлығы міндетті түрде сүннетке сәйкес болып табылады. Енді бұл жерде сахабаларымыздың Хазіреті Омар радиаллаху анхуның сөзін неге қабылдады екен? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистің бірінде иқтадау биллазайни мин баъди Аби Бакрин ва Умар деп айтқан. Меннен кейін келетін Абу Бакр менен Умардың артынан еріңдер деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алейкум би суннати ва суннати ал-хулафаи ар-рашидин мин баъди адду алейха бин наважиз деп айтқан екен. Сіздерге міндетті түрде менің ұстанған жолым және менің артынан ал-хулафаи ар-рашидин халифалардың ұстанған жолын орындауды міндет етемін. Осын ұстануды міндет етемін. Адду алейха бин наважиз. Наважиз деген, нәжиз деген мынау екті айтады. Сонда хадистің мағынасы осы менің қалдырған сүннетімен, менің артымнан халифалардың ұстанған жолға сіздер 32 тістеріңізбенен жабысып, жармасып, еш тастамаңыздар, еш осы жолдан айырылмаңыздар деген сөз. Демек, Хазіреті Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху ұлы халифамыздың 20 ракағат бекіткен таравих намазы, оны да сахабалар мойындап орындағандары, осының барлығы пайғамбарымыздың сүннетіне сәйкес, және де бұл жерде ешқандай күмән, ешқандай шүбе болмау керек. Ал бұл жерде ескертетін бір жайт бар. Кейбір ілім иелері осы күндері таравих намазы 11 ракағаттан аспау керек, яғни 8 ракағат таравих намаз, артынша 3 ракағат үтір намазы, сонымен барлығы 11, одан аспау керек. Асатын болса дұрыс емес деп айтқандар бар. Бұл мәлімет әрине қате, бұның ешқандай астары жоқ. Бұл мәлімет дұрыс емес. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таравих намазының белгілі бір санын бекітіп бізге қалдырып кеткен жоқ. Ал енді мына кейбіреулердің 8 ракағаттан таравих намаз аспау керек деген мәліметтің қаншалықты теріс, дұрыс емес екендігін анықтауымыз үшін бұны мынандай пайғамбарымыздың хадистарынан білуімізге болады. Бір күні пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қасына бір арабиюн, яғни шөлдің, сахраның бір адамы келіп пайғамбарымыздан салатул лайл, түнгі намаз жайлы сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған мәсна деп жауап қайтады. Яғни екі етіп, 2 ракағаттан бөліп оқысаң жақсы болады деп жауап айтады. Сонда жаңа келген, шөлден келген сахраның араб адамы не ол түнгі намаздың сипатында білген емес, немесе пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам оны қалайша оқитын, қанша оқитын да білген емес. Бірақ сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған тек қана жауап ретінде мәсна 2 ракағат етіп, әрбір 2 ракағаттан кейін сәлем беріп, осылайша оқылады деп айтқан екен. Сонда осы хадистан, осы оқиғадан біздің байқайтынымыз, егерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таравих намазының немесе сол жаңағы салатул лайл деген кешкі түнгі намазының жалпы келген бетте оның белгілі бір саны болатын болса,
ол да сол 8 менен немесе басқа бір сан менен шектелетін болған болса, ол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жауапты еш кешіктірмей, сол уақытында нақты жауапты беріп, белгілі бір санды бекітетін еді. Бірақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек қана мәсна екі ракағаттан тұрады деп жауап қайтқаннан кейін, демек намаздың белгілі бір саны жоқ. Қиямул ләйл деген, салатул ләйл деген кешкі түнгі намазды сияқты тарауих намазының да белгілі бір санға шектелмейді. Тек қана біздің кейіннен бекітілген пайғамбарымыздың сүннетіне лайықты жолменен Хазіреті Омар ибн Хаттаб, сонымен бірге қасындағы сахаба жамағаты қолдап, мойындап, осы 20 ракағатты біздерге бекітіп қойған болады. Сонымен қатар, егерде қарайтын болсақ, Малики мазхабында бұлар тарауих намазын 36 ракағат қылып алады. Бұған себеп не? Бұған себебі имам Малик рахимахулла өзінің Әл-Муатта хадис кітабында осы 30 ракағат, 36 ракағат тарауих намазының қайнар көзінде сүйенер дерегінде көрсетіп қойған. Сахабалардың осындай 36 ракағат оқыған екенін көрсетіп қойған. Сөйтіп, Рамазанда, оразада тарауих намаз көбірек құлшылықпен атқарылсын, көбірек сауап нәйіл болсын, көбірек Алланың нұры жаусын деп, сондай ниетпен имам Маликтің фатуасында, бекіткен фатуасында тарауих намаз 36 ракағат. Сондай бір қасиетті, сондай біздер үшін қымбатты уақытта намаздардың сандарымен шұғылданып, азырақ оқысақ бекен, көбірек оқысақ бекен деген ешқандай мағынасы жоқ, ешқандай пайдасы жоқ. Біздің намазымыздың ұлы халифа Хазіреті Омардың 20 ракағат етіп бекітіп, тарауих намазды бізге 20 ракағат етіп оқылатын жолын көрсетіп бергеніне Аллаға сансыз шүкір мадақтау етуіміз керек. Сонымен бірге тақуалыққа ұмтылып, тақуалықты іздеп жүрген мұсылман адам үшін бұл 20 ракағат намазбен де тарауих намазы немесе Рамазанның құлшылығы онымен бітпейді. Шамасы келгенше барынша Алла тағалаға шүкіршілік етіп, Алла тағаланы мадақтап, сол 20 ракағат тарауих намазын бітіргенмен үйіне қайтқаннан кейін тақуалыққа ұмтылған мұсылман адам жәнеті барынша тағы да бір 20 ракағат, тағы да бір 120 ракағат күші жетсе, шамасы келсе оқу керек. Сонда ғана біз тақуалыққа ұмтылатынның бір сифаттары бізде көрінетін болады. Құранда Алла субханаху ва тағала оразаға келген бетте Бисмиллахир-рахманир-рахим Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Сіздерге бұрынғыларға сияқты осы ораза парыз етілді, міндет етілді. Не үшін? Тақуа боласыңдар деп. Тақуалыққа ұмтылуларың үшін, тақуалықты ізденулерің үшін, тақуа болуларың үшін. Енді тақуалыққа ең үлкен және ең жалғыз жол Алла тағаланы көбірек мадақтап, Алла тағалаға жалбарынып, Алла тағаланы еске алу. Ал енді намаз болатын болса, ол мұсылман адамның ең қасиетті, ең қымбатты, Алла тағаламен тікелей сұхбаттасатын, Алла тағалаға тікелей мұнажат ететін, өзінің бүкіл дертін, бүкіл қалауын, бүкіл ниетін, барлық тілектерін төгетін осы намаз жолы. Сондықтан намаздан қашпауымыз керек, намазға қуануымыз керек. Ал енді біреулер айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 8 ракағат намаз оқыған, мен де сол 8 ракағатты оқысам болды емес пе? Ондай адамға біз сұраймыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім? Ал енді сен кім? Өзі адам өзінің құлшылығын, өзінің ғибадатын, өзінің жолын пайғамбарымыздың құлшылығыменен қалайша салыстыруға болады? Субханалла. 18 мың аламның сұлтаны болған ардақты, сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құлшылық жасаған кезде, намаз оқыған кезде аяқтары, мұбарақ аяқтары
ісінгенге шейін намаз оқитын. Хазіреті Айша анамыз: я Расулаллах, неліктен өзіңізді соншалықты қинайсыз? Алла тағала сізді кешірмеді ме? лақад ғафараллаху лака ма тақаддама ва ма тааххара мин замбик я Расулаллах деп айтқанда, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: я Айша, афала акуну абдан шакура. Я Айша, жаным, мен Аллаға шүкіршілік ететін құлы болмайын ба? деп жауап айтқан. Сонымен бірге екінші жағынан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам намазды 8 ракағат етіп оқығанын Хазіреті Омар білмеген бе екен? Радиаллаху анху. Сол Хазіреті Омардың қасындағы сахабалар білмеген бе екен? Бұлар неліктен бір жамағат болып Хазіреті Омардың осы сөзін қабылдап, бір дауыспен барлығы мойындап қабылдап 20 ракағат намазды оқып, 14 ғасыр бойынша біздерге дейін осы әдісті жеткізген? Себебі осының барлығы сүннетке лайықты, пайғамбарымыздың көрсеткен тура жолға лайықты болғандықтан, және де біздерге осы қазіргі күндерде біз осының пайдасын өте ерекше сезінуіміз керек. Біздерге соншалықты қажет, соншалықты пайдалы, соншалықты керек болғандықтан осындай түрменен тарауих намазымыз бекітілген. Себебі қарасаңызшы, қазіргі заманда әбден бізді мына дүниенің түрлі қиыншылықтары, түрлі қоғамдағы өзгерістер, технологиялық дамулары, біздің өмірдегі жеңілдіктеріміз біздерді құлшылықтан алыс қойып отыр. Құлшылыққа біздің сабырлығымыз кей кезде жетпейді. Кей кезде денсаулықты сылтауратып, кей кезде көңілімізді сылтауратып, кей кезде бас ауырғанымызды сылтауратып, біз намазға бұрынғы замандағы сахаба аталарымыздың сияқты намазға ұмтылуымыз бізде әлдеқайда аз болып отыр. Осы 20 ракағат намазымыздың қаншалықты бізге қажет екенін, қаншалықты бізге пайдалы екенін, біз оған қаншалықты мұқтаж екенімізді осы қазіргі күндерде, қазіргі уақытта біз анық, айқын аңғаруымыз керек. Егерде бұл тарауих намаздағы 20 ракағат құлшылық біздерге бекітілмеген болғанда, біз оны орындамас едік. Ал енді біздер осы қасиетті Рамазан айында, қасиетті ораза айында тақуалыққа ұмтыламыз десек, иманымызды күшейтеміз десек, Алла тағаланың мейірімділігіне, рахымдылығына нәйіл боламыз десек, онда біздер құлшылықтардан бір сылтауларды іздеп ғибадатымызды азайту емес, керісінше жолдарын тауып, жолдарын іздеп, бар болған жолдарын қолданып, құлшылығымызды, ғибадатымызды арттыруымыз керек емес пе? Сонда біз нағыз тақуалардың қатарында болып, нағыз тақуалыққа ұмтылатындардың қатарында болып, иншаллаху тағала пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадисіндағыдай Рамазан айы келген бетте Алладан кешірім сұраған әр пендесін Алла тағала кешірім етеді дейді. Сондықтан иншалла біздерді Алла тағала біздерді кешірім жасап, мағфирет етсін деп дуға жасап, құлшылығымызды көбейтуіміз керек. Өкінішке орай қазіргі уақытта тіпті мазхаб жолымен жүрген, біздің жаңа Абу Ханифа мазхабын ұстанып жүрген мұсылман бауырларымыз да бір сылтау іздеп, сол құлшылықтан қашып, былайша айтқанда енді шамалы жалқаулыққа беріліп, 20 ракағаттарын 8 ракағат намаз етіп, осындайда бар екен ғой деп, сөйтіп жаңа құлшылықтарды азайтқандар да бар. Енді осы орайда осындай бір сөзді айтқымыз келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күнәсіз адам, бүкіл пайғамбарлардың имамы, 18 мың ғалам жаратылыстың сұлтаны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұбарак аяғы ісінгенше құлшылық ғибадат жасайтын, Аллаға жалбарынып намаз оқитын. Сонда біздер қарапайым мұсылман пенделер қандай амалымызға, қандай еңбегімізге сеніп отырмыз? Біздің күнәларымыз алатау таудай үлкен және көп. Біз сонда
осы қасиетті Рамазан айында тарауих намазға немқұрайлы қарап, соны менсінбей, соның маңыздылығын түсінбей, сондай үлкен сауаптан, сондай үлкен әжірдан мақрұм қалатындай қандай себеп бар, қандай даналық, қандай ақылдық бұл, айтсаңызшы. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистің бірінде, егерде сендер тозақты шынайы түрде көрген болғаныңызда, онда өмір бойы маңдайларыңды сәждеден алмас едіңдер. Яғни бұл хадистің мағынасы, сәждені үздіксіз орындау деген сөз, сіздер суды да іздемей, тамақты да іздемей, ұйқыдан да қалып, өлгенге шейін сәждеден бастарында көтермейтін едіңдер деген сөз. Ал енді қиямет күні ең бірінші хисапқа, анықтамауға, есеп хисапқа шақырылатын, есеп хисапқа тартылатын кімдер? Олар ғалымдар, өздерінің ғылымменен, өздерінің білімменен өмір бақи, өмір бойы халыққа қызмет еткендер. Және осы қазіргі біздің Рамазан айларымызда бізге әдемілеп Құранды оқып беретін қарилар, осы тарауих намазда хатымды түсіретін қари кісілер, осылардың барлығы ең бірінші хисапқа тартылады. Неге? Өйткені олардың ниеттері анықталатын болады. Ол ғалым істеген өзінің ісін, оқытқан барлық дәрістерін, сол елдерінің барлығы ғалым деп, ойбай оқымысты керемет деп айтсын деп істеді ме екен? Жоқ, шынайы бір Алланың разылығы үшін өзінің барлық өмірін осы ілім білім жолына, халыққа қызмет жолына арнады ма екен? Осы ниет анықталатын болады. Бір қари адамның, бір Құранды оқушышы, бір қари хатым түсіретін адамның да сол ниеті анықталады. Ол шынайы Алланың разылығы үшін осы кәләмуллахи, Құранды жаттап, осыны басқаларға үйретіп, мәнерлеп оқып жүрді ме екен, сауап қазану ниетіменен? Жоқ, әлде теңгенің артынан түсіп, немесе халықтың арасында бір үнім шықсын, пәленше қари, түгенше қари, Құранды керемет оқиды екен, мынандай оқиды екен, осылай оқиды екен деген сияқты, сондай ниетпенен Құранды жаттап, тарауих намазда хатымды басқарып жүрген екен. Осы ниеттердің барлығы қиямет күні анықталады. Осы ниеттерге байланысты адамға я сауап, я күнә жазылады. Сондықтан біздер ниетімізді туырлап, осы қасиетті Рамазан айында, қасиетті ораза айымызда, Алла тағалаға мол-молынан құлшылық ибадат ететін айымызда әрбір уақытты дұрыс пайдаланып, берекесін сезініп, оның пайдасын сезініп, ақыретке ұмтылып, тақуалыққа ұмтылып, барынша шамамыз келгенше құлшылық ғибадатпен өткізуіміз керек. Құрметті ағайын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.